Қадірлі достар, бүгін 7 қыркүйек кезекті сабағымыз. Мақсат Халық мырза, сабағыңызды әрмен қарай жалғастырыңыз. Рахмет. Ал бастайық. Біз кешегідері жалпы экономиканың құндылығы, мағынасы туралы біраз айтып өткен болатынбыз. Бүгін сіздерге нарықтық экономиканың түсінігі туралы, нарық дегеніміз не, сол туралы айтып өткім келіп тұр. Нарық дегеніміз кім қалай түсінеді? Сондай сұрақ болсыншы. Рынок дейміз, я. Рынок дегеніміз ол базар деп па? Жоқ, олай сөйтіп жазылып тұрады енді базардың үстінде, я, кейде, бірақ базар ол нарықтың бір бөлшегі ғана болып қалады да, бір бөлшек. Нарық дегеніміз бұл сату және сатып алу үрдісі жүретін орта. Сату және сатып алу. Базарда тура сондай ғой деп айтамыз. Сондықтан да нарықтың кең мағынасы былай деп айтылады. Сату, сатып алу, өндіру, бөлу, айырбастау үрдістері жүретін орта. Сонда ол жерде өндіру де бар, ол жерде бөлу де бар. Яғни ол жерде завод, фабрикалар да кіріп кетеді. Оның ішіне үлкен жаңағы сауда кешендері, апорт мол, барлығы. Қай жерде келісім процестері бар, үрдістері бар, соның бәрін айтамыз. Яғни мемлекеттердің арасында да импорт, экспорт дүниелері болады. Ол да нарықтың бір бөлшегі. Яғни нарық дегеніміз өте ауқымды дүние. Барлығы жерде үрдіс жүреді. Сатушы бар, ол жерде сатып алушы бар. Осы екі тараптың арасында келісімдер. Бағалық келісім болады, басқа болады. Сол үрдістің бәрі нарықтың бөлшектері болып табылады. Нарықтың элементтері бар, құраушы бөлшектері. Негізі 4 элементі бар. Сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке. Осы төртеуі нарықтың құраушы бөлшектері. Сұраныс дегеніміз не? Кім естіді? Сұраныс. Қажеттілік. Енді мынандай екен, достар. Адамның бір дүниені сатып алуға деген қажеттілігін сұраныс деп айтуға бола ма? Қажеттілігін? Иә. Ол болмай ма? Неге? Қажеттілік ол бөлек та, сұраныс ол бөлек. Қалай ажыратуға болады? Қажеттілік деген ол керек дүниеңді аласың да? Иә. Керек дүниеге сұраныс болып тұр ғой. Жоқ енді. Екеуі бір мағына сияқты. Жоқса кіріп кететін сияқты. Иә. Сұраныс деген Мысалға Геленваген алғың келіп жүр. Ол қажет, ол қалау. Ол сұранысқа жата ма? Неге? Сұраныс деген сен болса болмайтын. Ассалаумағалейкум жеттер. Келіңіздер. Ол келіңіздер. Сен болса болмайтын. Иә. Ол кем болса, соғанда банасы үзіледі, бұзылады. Қалай болса? Если ол кем болса, бір затқа, Иә. ол жоқ болып қалса, онда қолында банасы үзіледі, ол бұзылады. Қажеттілік деген ол жеке адамдар сұраныс болады. Кішкене шығарып. Қалау мен қажеттіліктің айырмашылығы бар ма? Мынандай нәрсе сияқты, например, үстіңізде киім болмаса тауға шыға алмайсыз. Сұраныс ол мысалға бір киемесен тауға шыға алмаймын деген сияқты. Мысалы мен мынау аяқ киіммен тауға шыға аламын. Ол қажеттілік та, 10 000 теңгеге алдым. А мен мысалы 20 000 теңгеге аяқ киім алғым келіп тұр, ол уже қалау болады да. Екеуімен де тауға шығасың, бірақ Ал енді сұраныс не болды? сұраныс деген енді қажеттілік қана. Сұранысына кіреді сол негізі. Дұрыс. Ойларыңыз былай келіп тұр. Аха. Киімдерді қажеттілікке жатқызсақ, мысалға, көп адам қолжетімді үшін. Ал мегадағы киімдерді сұраныс деп айтсақ. Қалай ол? Негізі ол былай емес па? Қажеттілік деген өмір сүруге арналған заттар ғой. Яғни тамағың сенің суың ішіп жатқан қажеттілік та, себебі сен осы өмір сүре алмайсың мысалға да. Ал сұраныс дегеніміз, яғни ол второстепенный бір сенің киімің, аяқ киімің. Жақсы. Мысалға телефоның. Сіздер дұрыс, ойларыңыз дұрыс. Бірақ мынандай, сіздердің айтып жатқандарыңыз не екенін түсіндіріп берейін. Экономикада Маслоудың пирамидасы деген бар. Маслоу деген ғалым бар. Соның пирамидасы бар. Ол өзі 5 кезеңден тұрады. Негізі 2 бөліктен тұрады. Бірінші қажеттіліктер адам үшін қажетті, сосын екінші деңгейлі қажеттіліктер деген. Ең бірінші қажеттіліктер ол жаңағы өмір сүруге қажетті. Су, ауа, жаңағы дүниелер біздің өмір сүруімізге, тіршілігімізге қажетті. Екінші деңгейде ол біздің қауіпсіздігіміз. Егер өмірімізге бірдеңе қауіп төнетін болса, басқа ештеңені ойламайсың. Мысалы, отбасыңа қауіп төніп жатса, басқа ештеңені ойламайсың. Ал егер сенің бірінші қажеттіліктерің жабылып тұр, өміріңе ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ,
осы бірінші қажеттіліктер жабық болса, онда адамда уже екінші деңгейге өтеді екен да, екінші қажеттіліктер. Ол қандай қажеттіліктер? Ол енді уже жаңағы баю, қоғамда сыйлы болу, өзін мойындату, жұрттың алғысын алу деген сияқты. Жетістікке жету, соның барлығы осындай деңгейлерге бөлінеді. Маслоу пирамидасы деп қарасаңыздар, сол. Ол экономиканың өзінің сол қажеттіліктер несінен кеп шығады. Ал енді сұраныс дегенге келетін болсақ, ол мынандай дүние. Сіздер айтып жатқан қалау, қажеттілік, бір нәрсені армандау, осындай болса менде дегеніңіз, ол сұранысқа жатпайды екен. Нарықта сұраныс дегеніңіз, сіз бірдеңені қалап тұрсыз, және соны сатып алуға қолыңызда бар да ақша. Қолыңызда сатып алу қабілетіңіз бар. Сіз Гелендваген қалап тұрсыз, қолыңызда соған жететін ақша тұр. Тарс еткізесіз де аласыз. Сұраныс деп сіздің төлеу қабілеттілігіңізді айтады екен ғой. Иә. Сонда ертең сіздер бизнес жасап жатсыздар, кәсіптеріңіз бар, иә? Нарықта сұранысты зерттеген кезде, осы менің затымды қанша адам қалайды екен алатын деп зерттемейсіздер. Өйткені адамдардың бәрі қалауы мүмкін сіздің затыңызды алуға. Ал бірақ төлем қабілетті ма? Олар қаншау төлеуге дайын сіздің затыңызды алуға? Мен сол адамдардың көлемін сұраныс деп айтуға болады. Сол сұраныстың қажеттілігін туындатады. Түсінікті ғой? Сонда сұраныс дегеніміз адамның жай бір қалауы емес, оның төлем қабілеттілігі. Қолында тұр ақша. Тек қана барып келісу керек болды. Екі жақты договор жасалынады, келісімшарт бітті. Саттың, алдың деген. Сол сұраныс. Сондықтан да ертең сіздер өздеріңіздің аудиторияңызды зерттесеңіздер, кімге сатам бұл өнімді дегенде, төлем қабілетті адамдардың көлемін зерттейсіздер. Өйткені сіз сатып тұрған, қазақтың керемет шапаны болса, 100 мың теңге тұрады, одан жоғары қымбат дейікші. Ол өте әдемі да, бәрі сатып алғысы кеп тұр. Ауылға апарсаң да, басқа жерде де бәрі, қандай керемет шапан, алса бола ма деп ниет білдіреді. Енді бағасы 100 мыңнан басталады деген кезде сейіледі да. Соны бір 20% ғана алу мүмкін. Өйткені төлем қабілетті сол аудитория. Демек, сіздің аудиторияңыз сол сіздің өніміңізбен бағаңызды ұсынып тұрған дүниеге қанша адам төлей алады соны. Сол аудиторияға ұру керек сосын. Сол аудиторияға керек дүниені ұсыну керек. Сол нәрсені айқындап алсаңыздар, сіз өзіңіздің бизнесіңіздің қай жерге баратынын, көкжиегін, қанша сіздің сұраныс туғыза алатыныңызды, қаншама өзіңіз табыс таба алатыныңызды өлшеп шығаруға болады. Сосын аттың басын жібересіз, алып кеттік алып. Сол жаққа дейін. Сол сұраныс дегеніміз түсінікті. Ұсыныс. Ұсыныс деген енді бұл оңай. Бұл ол жерде қажеттілік деп, төлем қабілеттілік деп айтылмайды. Ұсыныс беруші ол уже өндіріп шықты тауарды. Енді ол ұсынуға дайын болып тұр. Нарықта тауарды ұсынып жатқан ойыншыларды бәрін ұсыныс берушілер деп айта береміз. Ол негізінен кәсіпкерлер, өндірушілер, өнертапқыштар бәрі жасап шықты, ұсынып жатыр. Қызмет ұсынудан мүмкін. Білім, денсаулық, рухани, театр, оның барлығы ұсыныс. Өнім шықты, ұсынып жатыр. Осы жерде бір мәселені айқындап кету керек, ол мынандай дүние. Өндіріс, былай деп айтамыз ғой, өндіріс дегеніміз адамның рухани және материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қандай да бір өнімді өндіру үдерісін айтамыз. Өндірістің түпкі мақсаты сіздің рухани, я болмаса материалдық қажеттілігіңізді қанағаттандыру, бір өнімді шығару арқылы. Ол рухани болса, жаңағы театр болуы мүмкін, кино болуы мүмкін, басқа бірдеңелер болуы мүмкін. Егер материалдық болса, ол киім болуы мүмкін, көлік, үй, тағы да басқа заттар. Көрдіңіз бе? Енді тура осы өндіріс деген ұғым мен мәдениет деген ұғым екеуі былай бір-бірімен байланысты. Мәдениет дегенде біз салт дәстүрді көбінесе ойлаймыз ғой. Бірақ ол салт дәстүрде адамның жасап шыққан дүниесі. Бір ұлттың жасап шыққан дүниесі. Домбырамыз болсын, басқа болсын. Ол да өнім да адамның жұмысының еңбегінің нәтижесі. Ол да біздің рухани қажеттілігімізді қанағаттандыруға бағытталады. Сонда мәдениетте адам жасап шыққан дүние, қандай да бір тауар да адам шығарып жасап шыққан дүние. Сол тауарлар, сол елде тұрған адам, өндіріс жасаған, тауар жасаған адамдар, олар мәдениетті қалыптастырушылар. Неге бізде ұлттық экономикамыз жоқ?
Себебі біздің өзіміздің ұлттық азаматтар, рухы бар азаматтар, қаны бар азаматтар, жаны бар азаматтар, солар тауар көп өндіріспен айналысып жатқан жоқ. Сондықтан да біздің ұлттық экономикамыздың есі шықпай жатыр. Германия дегенде Мерседес шығып жатқанда, Жапония дегенде Тойота шығып жатқанда, Франция деген кезде әтір мода шығып жатқан кезде, Италия деген кезде Гуччи басқа бірдеңелер шығып жатқанда, мінекей ол сол ұлттың ерекшелігін көрсетеді да. Жасап жатқан өндірісі, өзінің ұлтының мәдениеті тұтастай бір ұлттық экономикасының үлгісі болып жатыр. Қазақстан деген кезде біз міне деп көрсете алмай тұрмыз. Мынау біздің рухымыз, жанымыз дегенде біз домбыраны алып шығамыз, басқа бір дүниелерімізді көрсетуге тырысамыз, бірақ та ол жаппай сипатта емес, жаппай сұраныста емес. Тура осы тұста жаңағы креативті индустрия дейді, жаңағы оңтүстік Кореяның жасағаны әдемі болып тұр да. Олар экономикасын көтерді да, сосын тарихын әдемілеп тұрып кино бірдеңе бұрқыратып шығарып отыр да. Бәрі соны қарап, соны қалап, мәссаған бұл қандай дүние өндеп, бәрі корей тілін үйрене бастады деген. Тура солай-ақ біз өзіміздің қазақтың құндылықтарына әлемді қызықтыруға болады. Ол жерде ұлттық идеология да бар, ұлттық өніміміз де бар, ұлттық экономикамыз да бәрі. Тура осында отырған азаматтар ертең сондай бір дүниені ойлап жүрсеңіздер, бір нәрсе өндіріп, соны тек қана осы жақта емес, оны тұтынушысы әлем болады деген дүниеге қарай ойлансаңыздар, онда сіздер жақсы ұлттық экономиканың негізін қалайтын бизнестің негізін қалаушылар болып саналасыздар. Енді мынандай дүние бар. Мәдениет дегеніміз жасап шыққан өнім ғой адам. Мәдениеттердің озығы ең бір супер болып шығатыны, мысалға, ол Apple компьютер, тағы басқа, мысалға, біз ұстап жүрген айфондар деп сияқты айтамыз ғой, бүкіл әлем. Сол ол өркениетке әкеледі екен да. Цивилизация дейді. Өркениет ол жаңағы пойыз кетіп баратса, пойыздың алдыңғы тепкіші. Өркениетті қалыптастырушы. Мәдениеттер көп ұлттар өзінің дүниелерін шығарды, ішіндегі озығы әлемді көш бастайды да. Қалған елдер соның артынан жүре береді. Оны біз жаһандану дейміз, ғаламдану дейміз. Сондықтан да біз өзіміздің жасап шығарған бірінші өнім шығарамыз, мәдениет шығарамыз. Сол арқылы оны біз өркениетке айналдыра алсақ, бұл сонда түрік елінің, жалпы осы Орта Азияның, қазақтың күні туады. Сол кезде өміріміз жаңа деңгейге өседі. Жай ғана біз шикізат беруші, жай ғана сондай елден нақты бір өнім өндіруші, өзіндік бір ерекшелігі бар елге айналуға болады. Не осындай ойлар, және де айтатыным мынандай. Бізде сұрақ көп болады. Әлемде не алу керек, не алмау керек. Қандай өнімді біз пайдаланғанымыз болады, қандай өнімді пайдалансақ болмайды. Осы аражікті біз өзіміздің ұрпағымызға да сіңіре алуымыз керек. Өйткені мына қарапайым ғана дүние бар. Былай деп айтуға болады. Адам шығарған осы өнімін, кез келген өнім, ол екі жолда пайда болады екен. Біреусі, ол ғылыми техникалық революция, ғылымның қатысы бар нәтиже. Ал екіншісі, өмірге көзқарас, дүниетанымнан келіп шығатын дүниелер. Егер Еуропаны қарасақ, Батыс Американы қарасақ, өркениетті ел, міне өркениеттің көшін бастап тұр, ол деген дамып кеткен ел дейміз ғой. Ал енді қарау керек. Не дүние оларда ғылым арқылы шықты? Біз ұстап жүрген айфондар, иә. Компьютерлар, иә. Жасанды интеллект шығып жатыр, барлығы, иә. Ол ғылымның жетістігі нәтижесі, иә. Ал енді жаңағындай Голливудтың кинолары, бізге жат дүниелер, дүниетаным көзқарастары, жаңағындай түрлі түстілер жүрген, оның барлығы олардың дүниетанымы мен өзінің көзқарасынан келіп шыққан. Тек қана осы ажырата салу керек болды. Біз өзіміздің ұрпағымызға да олардың ғылымнан келіп шыққан дүние болса, бірден үйрету керек, көштен қалмау үшін. Ал егер дүниетанымнан келіп шыққан дүние болса, болды. Олар нәрселерге біз. Өйткені ол біздің ұлттық дүниемізге кері зиян алып келеді да, болды. Осындай фильтр қойып отыру керек, бітті. Көрдіңіздер ма? Сұраныс бар нарықта, ұсыныс бар, баға бар, және бәсеке бар. Бір минут қалды ма? Мәссаған. Бірақ 15 минутымызды өте қапты ғой. Сонда нарықтың осындай 4 құраушы элементі бар. Баға бар және бәсеке бар. Сұраныс пен ұсыныстың нәтижесінде баға пайда болады. Сұраныс пен ұсыныс қандай баға нарықта болу керек соны шарт береді. Сұраныс көп болып кетсе баға өседі. Егерде нақты ұсыныс берушілер өнімді жеткізе алмай жатса, тапшылық болады да баға бұрқ ете қалады, бітті. Ал сұраныс түсіп кететін болса, болды. Ол тауардың қызығушылығы жоқ. Я болмаса ұсыныс көбейіп кететін болса, нарықта бәсеке көп, тиісінше тауардың бағасы құлай береді. Сонда сұраныс пен ұсыныс осындай дүниені келтіреді. Кейін бәсекеге байланысты келесі жол сабақта бәсекенің формалары, түрлері, монополия, олигополия, монопсония,
қандай түрлері бар, нарықта бәсекелестік нарық қалай құруға болады, соның астары мен қызықшылықтарын келесі сабаққа қалдырайық. Осымен бітті. Рахмет. Рахмет, Мақсат мырза. Рахмет. Сабағыңыз Тағылымды болсын, зейіндеріңіз ашылсын. бәрекелді. Иә, достар, медеуде күніге сосы салауатты өмір салты және өзіңмен күрес. Мақсат аға, сізге көп рахмет. Әр күні көп кісілер сізге алғысын айтып жатыр. Келсеңіз, иә. Көп кісілер сізге алғысын айтып, керемет түсінікті, Мақсат аға сондай керемет түсіндіріп жатыр. Мақсат аға, бізден ешқандай бір командамыздан ақша жинап ондай не жоқ. Барлықтарыңызға пайдалы. Жүрегіміз бар. Келіңіздер, бірге білімімізді күшейтейік, рухымызды да күшейтейік. Еліміз сау болсын, ұлтымыз сау болсын, сол кезде елімізде дамиды. Барлықтарыңызға пайдалы білім болсын, тегін білім. Жақсылықта күн кешейік.